Армысыздар, елім дейтін ері бар ағайын, эфирде Айбын. Мыңдаған сарбазда ауған соғысынан аман алып шыққан қазақ батыры. Борап тұрған кәдімгідей жауын сияқты оқтаған. Ауған дала командирі басына $1 миллион тіккен әскери стратег. Ол кезде біздің адамдардың психологиясы $1 миллион деген дайын емес, оны түсінбейді ғой. Қара майор басқарған мұсылман батальонының ерлігі. Честь, слава, дружба этого отряда, она осталась навсегда. Бәрінде көрген азаптың, келерде балда ғажап күн, айналған атаңызға қара майоры қазақтың. Ауғанның тау мен тасында оның іздері әлі сайрап жатыр. Егер сол тау мен тасқа тіл бітсе, қара майордың қайсарлығы жайында ұзын сонар жыр төгермеді. Я. Ол жанынан арын артып қойған азамат. Осыдан тура 35 жыл бұрын, 1982 жылдың 29 қазанда таңғы сағат 5-те арнайы мақсаттағы 177 отрядтың 500 жауынгері Ауғанстан шекарасын кесіп өтті. Қапшағай қаласында жасақталған мұсылман батальонын Борис Керімбаев бастап барды. 5 часов утра мы пересекли границу с Афганистаном. 5 часов утра, а 6 часов через час вступили в бой. Кеңес әскерінің 1979 жылы жазда Ауғанстанда басталған алғашқы әскери қимылдары арнайы мақсаттағы отрядтардың қажеттігін көрсетіп берген. Қорғаныс министрлігінен Қапшағай қаласында шұғыл түрде арнайы отряд жасақтау туралы қаулы түседі. 8 айға созылған іріктеу нәтижесінде 2-ші мұсылман батальоны құрылады. Жасақтау ұлттық құрамына қарай, содан біз мұсылман батальоны болғанымыз. Себебі Орта Азияның азаматтары, және жаңағы ұйғырлар болсын, қазақтар болсын, бәрі мұсылман. Бізге бетімізге, түрімізге қарап, енді ол кезде біз намаз оқып сөйтіп жабылып атқан жоқпыз, бірақ сонда да әйтеуір мұсылманның баласы деп, біз көп болғаннан кейін бізді мұсылман батальоны деп солай аталып кетті. Ауғанстанға барғанда бізді бөліп айтты. Бірінші мұсылман батальоны, екінші мұсылман батальоны деп. Бірінші жаңағы өзбектерден барған, екінші батальон біз болды. Қапшағай батальонын қоса есептегенде, Ауған соғысына арнайы мақсаттағы 8 жасақ араласты. Баштап мұсылман батальонына майор Керімбаевты командир етіп тағайындады. Борис Керімбаев Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Аққайнар ауылында 1948 жылы дүниеге келген. Туғанымда атымды Бақытжан деп қойып еттік. Бірақ шешесі Украина халқынан ұлты. Сондықтан енді Боря деп атап, сол себептен сол Борис болып кеткен. Ал әкесі мұғалім, шешесі де мұғалім, екеуі де. Сол енді мұғалімдердің тәрбиесінде болған бала солай өскен. Бірақ туысынан мен әскери болғым келеді деп солай деп айтты өзі. Осы Ауған соғыс жеріндегі соғыс қимылдарын өте бір қолайлы жүргізген азаматтардың бірі болды деп өзім есептеймін. Өйткені бұл қара майордың жастары болсын, осы солдаттар болсын, офицер болсын, бәрін осы бір дәрежеде жаңағындай ұстап, барлығының күй қалын жағдайын, кім қандай операцияға дайын екенін бәрін байқап, осындай жаңағында әскерилік сезімтал кісі болды. Ауған жерін аттап басқан алғашқы сәттен ақ қорғасын өсерге тап болған мұсылман батальонның тағдыры 33 жастағы майор Керімбаевтың көрегендігімен соғыс жүргізу тәсіліне тікелей байланысты еді. Қарша бораған оқтан қанша тығылсаң да, күндердің күнде есін іздеп табатынын түсінген ол, аман қалудың жалғыз амалы қарсы тұру екенін бірден түсінеді.
Ол кезде Қапшағай батальоны ауған генералы Мавлови Қараның мыңдаған күшімен соғысып жатқан еді. И вот когда пуля свистит, каждый раз нагинается, сколько можно от нее увиливаться, бояться, то есть если твоя пуля, она тебя найдет. Начали мы показывать зубы, выходить в поиски, проводить засады, налеты. И в конечном итоге солдаты и офицеры двинули такую молву, что против генерала Мавлови Кара воюет наш Хара-майор. Вот откуда я стал Хара-майором, наверное. И по всему Афганистану эпопея пошла, Хара-майор воюет. Біз Ауғанстанға кіргеннен кейін күнге тұтығып тіпті қарайды әлгі. Мавлови Қара мен біздің Қара-майорымыз. Екі қара соғысып жүрдіп, сөйтіп енді айтылып жүрді. Енді жау бізді Қара-майордың жауынгерлері. Бізге қарсы тұрған Қара-майор деп сондай сөйлесетін болды. Қара-майор жетістігі жоғары қолбасшылыққа тез жетіп, енді Қапшағай батальон Паншер шатқалына жолдау туралы шешім қабылданады. Паншер шатқалы Ауғанстанның солтүстік шығысындағы таулы өлке, Гиндукуш тауының тіс батпас биік жоталарын бойлай 115 шақырымға созылып жатқан ұзыннан ұзақ шатқал. Паншердің стратегиялық маңызды саналатын себебі Ауған астанасы Кабулды солтүстік провинциялармен жалғастыратын жалғыз ғана автожол осы шатқал арқылы өтеді. 1979 жылы кеңес әскері Ауғанстанға кірерден бұрын бұл шатқал атақты дала командирі Ахмад Шах Масудтың бақылауын өткен еді. Паншерге біз 82 жылы кірдік. 82 жылы июнь айында біз келдік. Бұл біздің сол кірісіміз негізі Совет әскерінің Паншер шатқалы үшін бұл 5-ші шайқасы болатында. 36 батальон. Оның 16-сы солдың басшысының Бабрак Кармальдың жетегіндегі Ауғанстандікі. 104 тікұшақ, 26 әскери ұшақ, 165 миномет, 250 БТР, қаншама танкі, қаншама БМП, бүкіл техникалардың барлығы 7 күн қырғын соғысы. Сол қырғын соғыс, 7 күн соғыстан кейін барып, Ахмад Шах Масуд Паншерді тастап шығуға мәжбүр болды. 5-ші Паншер операциясы кезінде 3000-ға жуық жауынгер оққа ұшты. Мыңдаған адам жараланды. Шатқалды бағындырғанымен оны ұстап тұру одан да қымбатқа түсетін еді. Тіпті сол кездегі Ауған үкіметінің басшысы Бабрак Кармальдың өзі қауіпті шатқалға өз әскерін кіргізуден қауіптенген. Вопрос, для чего мы проводили эту операцию, столько понесли потери для того, чтобы Бабрак Кармаль сказал, ему это ущелье не надо. И когда эта информация стала доступна Ахмад Шаху, он на Коране поклялся, что через месяц он последнего советского бойца зажарит на костре. Қазақтың Қара-майорын КСРО қорғаныс министрінің орынбасары маршал Сергей Соколов шұғыл түрде Кабулге алдырды. Кеңес одағының батырымен кездесуге майор болып кірген Керімбаев подполковник болып шығады. Бірақ оған жүктелген тапсырма әлде қайда күрделі, әлде қайда қауіпті. Поздравляем тебя с досрочным присвоением очередного воинского звания подполковник. Приказ получите перед входом в Паншер. Ваша задача зайти в Паншер и простоять месяц. Понятна задача? Понятно. Командир бізді офицерлер жинап алды. Осындай жағдай оңай емес, жағдай қиын. Алдымызда бірнеше мың дұшмандар бар. Бірақ біз бұл шатқалды ұстап тұруымыз керек деді. Сонда 4500 метрдегі шатқалдағы, құздағы үлкен зубтар дейді жаңағы тістер. Әр жерінде үңгір бар. Қиыншылықты қасына вертолет жақындатпайды. Міне сол жерге шығуды Қара-майорға тапсырды. Жанын шүберекке түйген Қазақстан жауынгерлері үлкен ерлік көрсетеді. Шквал огня опустился на нас. Мы не успели расположиться, как срочно пришлось занимать высоты. С боями заняли все высоты. Если бы я эти высоты не занял, я бы понес большие потери. Тағы да шықтық тауға. Сонан шыға мөлшермен таудың үстіне барып қарасақ, біздің сол группаның 20 адамнан 5 адам қалған екенбіз. Қалғандары әртүрлі жарақат алған. Кейбіреулер қаза тапқан. Сол жолы бізде 5 адам ба 7 адам қайтыс болды.
қазады сол таудың басында. Соны сол күні сол таудың басында түнеп, таң атқанша. Анадай қол созым жерде, ана жерде келесі бір тау тұр, таудың басында қар жатыр. Сонда жаңағы енді мына жерде айтайын дегенім, енді мұз жастанбаса да тас жақтан, суық тас жақтан жаттық. Аға лейтенант Жатақбаев деген азамат сол қасына 7-8 солдат қана шығады. Ал командир шақырып айтады, ана жақта үшінші ротаны қарап жатыр, алып шығу керек деп. Сол жаңағы 7-8 солдатты қасына жинап алып, сол тауға барады, ептеп, тығылып, үйтіп барайын десе, бәрі алақанда көріп тұр. Сосын не болса болсын, бұларды барғаннан кейін әйтеуір өлім бір рухтандырып барайық деп, кәдімгі штыковый атақаға шыққандай айғайлап, уралап, таудан сөйтіп құлап түседі. Аналар сасқалақтап қалады. Күні түні атыс. Түнде де атысып атады, күндіз де атысып атады, маза жоқ. Өзі айландырған бір 600 адамыз ба? Соны күні түні жан-жақтан бұрқыратып, әкесін танытып атады. Мысалы, бүйтіп емін-еркін жүре алмайсың бұл жерде. 35 мың әскермен әзер бағындырылған шатқалда 600 жауынгер қанша уақыт ұстап тұра алады? Ауғанстанның 3/2 бөлігіне бақылау орнатқан дала командирі Ахмад Шах Масудтың шатқалды бұған дейін 4 мәрте қайтарып алғанын ескерсек, қара майорға берілген әскери тапсырма утопия сияқты көрінеді. Я зашел в этот паншер на месяц. Но вывести меня через месяц забыли. И пришлось мне 8 месяцев по этому паншеру по ущелью гонять войска Ахмад-Шаха. То есть я стал со своим отрядом костью у него в горле. Поэтому он дал вознаграждение найти мне этого хара-майора, все, награду получишь и так далее. Потому что я перекрыл все караванные ему пути доставки оружия. Проводили каждый день ночью 3-4 засады, ребята уходили. Ахмад-Шах Масуд дейді, жаңа соның несіменен соғысқан кезде осы қара майордың басына $1 миллион тігіп, қайсек басын жоямыз деген ол ауғандарда көп ойлар болды, бірақ қара майор сәтті басқарып соғыса білді. 8 ай бойы Гиндукуш биіктеріне бекінген қара майордың тағы бір әскери стратегиялық тұрғыдағы ерлігі ауған командирін бейбіт келісім жасауға итермелеу еді. Ал енді басына пұл тіккен адаммен кездесуге баруы оның әскери бұйрыққа адалдығы мен ержүректілігін көрсетеді. Ходим на переговоры к Ахмад-Шаху. Вот тут я и соскочил. Тот человек, который вознаграждение дал за мою голову, я еще сам должен идти к нему на переговоры. И все, да, мне пришлось трижды ходить на эти переговоры. Ауған командирі бітім шартына бірден келсе қоймайды. Тіпті қанша уақыт соңына түскен қара майордың өзі келіп тұрса, оны өлтіріп тастау түк емес екенін де ескерткен. В конечном итоге его изречения были такие: все равно меня называют бандитами, там и так далее. Я бы вас троих сейчас убил бы, да и все. Подумаешь, там 3 человека плюс-минус. Но вы, вот разумный человек, вы люди подневольные. Вы пришли сюда, чтобы прекратить эту войну, сохранить жизнь. Поэтому мы с вами ведем эти переговоры. Кеңес үкіметінің солдаттарын Ахмад Шах Масуд қынадай қырған. Сол бүкіл есептер бар. Сол кезде қашан өлді, қанша адам өлді, қара майордың кезінде қанша адам өлді. Сонда адамның санына қараған кезде, келісім шартқа тұрған кездегі адамдардың саны. Сол кезде тіркелген біздер сол қара майордай ағамызға алғыс, рахмет айтуға тиіссіміз. Каждый день я беру минимальные потери. Каждый день по одному бойцу мы гибнем. И вот мы это перемирие, договор заключили. 8 месяцев Ахмад-Шах не воевал. Сколько жизней мы спасли? Я 8 марта 1983 года передал паншер Ахмад-Шаху и вышел с него. И тогда я стал не черным майором, а был 8 месяцев королем паншера. Вот весь сказ мой вам. Сол жылы қазан айында Керімбаев отанына оралды. Қапшағайда батальон командирі, кейін полк командир қызметтерін атқарған ол 1992 жылы денсаулық жағдайына байланысты полковник шенімен отставкаға шықты. Раньше я весил
где-то 110-115 килограмм, здоровый был и сильный. А сейчас только красивый. Вот моя судьба. Қазір отставкадағы полковник Керімбаев 68 жаста. Қала сыртындағы саяжайда бақшаға қарайды, немересін күтеді. Жыл сайын қазан айының 29-ы мұсылман батальонының құрылған күні майдандастармен кездесуді әдетке айналдырған. Қазақтың қара майорын ауған соғысына қатысқан бүкіл интернационалист жауынгерлер құрмет тұтады, оны батыр деп есептейді. Борис Керімбаев басқарған мұсылман батальоны туралы талай естелік, кітаптар жарық көрді. Олардың ерлігі жыр дастандарда дәріптелді, ән болып шырқалды. Келешекте тәуелсіз еліміз мәңгілік болып, соны қорғайтын азаматтар көп болып, осы ауғандағы ерлерден кем болмай, отан соғысындағы аталарынан кем болмай, сонау жоңғар соғыс кезіндегі бабалардан кем болмай, баяғы Абылайдың найзасының ұшындай жарқылаған намысын, арын ешқашан жоғалтпасын дейміз. Сол үшін шығардым ғой. Пылают машины, все дороги в минах, душманами жестокий бой ведем. Прицелом приникший, голосом охрипшим, наш второй здесь бьется батальон. Прицелом приникший, голосом охрипшим, наш второй здесь бьется батальон. И в горах Афгана, барсы из Казахстана вели себя геройски под огнем. Был для тех душманов призраком из ада гордый мусульманский батальон. Был для тех душманов призраком из ада гордый мусульманский батальон. Комбат, подняв все роты на жуткую Голгофу. Біздің командир батальонымыз Керімбаев Бориса Төкеміш ағамызға сол батырлықты берсе деген біздің де тілегіміз бар. Оны жаңағы ашықтан ашық айта аламыз, өйткені айтуға біздің құқығымызда бар. Олардың істеген ісін, жасаған ерлігін, соны бәрін елеп отырып, міне түбінде алған мына жігіттер, бұлар міне батыр болуға тиісті деп. Соның ішінде әрине ең ірі сондай тұлға болып көрініп тұратыны осы Керімбаев. Нағыз халық қаһарманына лайықты тұлға, ол нағыз батыр. Отан үшін кәдімгі Ауғанстанда жүріп қанын төксе де арын төкпеген. Уставу подчиняясь, мы выполняли Родины приказ. Афган тот, забывая, живыми нас встречая, не чуждайся, Родина, ты нас. Афган тот, забывая, живыми нас встречая, не чуждайся, Родина, ты нас. Борис Төкенұлы бір сұхбатында соғыс болмаса екен, кейінгі ұрпақ бұл сұмдықтың не екенін білмей қойса екен деп тілеймін. Қашанда қоғам басына түскен қиындық ең әуелі ана мен балаға батады. Жетім жерде жылайды, періште көкте жылайды дейтін даналық бар деп ой толғатыпты. Соғыс қасіретін бар жанымен, бойында қайнаған қанымен сезіп тұрып, әлі күнге дейін ауған ауруынан айғаламай жүрген қара майордың әр сөзінде тағылым жатыр. Арайлы күннің ара салмағын білейік, қош ағайын, бейбіт күннің бесігі шайқалмасын.